Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді керемет салаттың рецептімен бөлсемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қиярымызды 3-4 бөлікке бөліп аламыз. Шамамен қалыңдығы дәл осы видеодағыдай болу керек және ұзынша етіп тураймыз. Міндетті түрде салатты араластыратын ыдысыңыз шұңғылдау болғаны жақсы. Қиярымызды саламыз. Сырымызды ұзынша етіп тураймыз. Көлемі дәл осы видеодағыдай болуы керек. Ыдысымызға салып болғаннан соң піскен жұмыртқамызды 2 бөлікке бөліп ұзынша етіп турап аламыз. Піскен картофелімізді 2 бөлікке бөліп, тағы да 2 бөлікке бөліп, ұзынша етіп тураймыз. Және де қызанағымызды 2 бөлікке бөліп, артық жерін алып, тағы ортасынан бөліп, үлкендеу қылып тураймыз. Майда қылып турамаңыздар, суы қатты ағып кетеді. Ыдысымызға салып, пекинский капустамызды 2 бөлікке бөліп, үлкенірек етіп тураймыз. Қатты майда қылып турау міндетті емес. Және піскен окорочка, яғни тауығы етін дәл осы видеодағыдай турап аласыздар. Және чечилді жақсылап тұрып ыдысымен ыстық суға 5-10 минутқа салып, содан соң қолымызбен осылай үгітіп аламыз. Жарты бөлігін салатқа қосамыз, жарты бөлігін салаттың үстіне қойып әсемдейміз. Тұз және қара бұрыш қосамыз, майонез қосамыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Толықтай жақсылап тұрып араласуы керек. Және ыдысымызға өте әдемі қылып салып ұсынатын боламыз. Және әсемдік ретінде чечилді қоюды ұмытпаңыздар. Ерекше дәмді керемет салат. Егер сіздерге ұнаса, міндетті түрде сыр қосуға кеңес етемін. Егер сізге ұнаса, ұнамаса қоспай-ақ қойыңыз. Мінекей достар, өте дәмді керемет салат дайын болды. Міндетті түрде сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаса каналыма жазылып қойыңыздар. Келесі видео рецептте кездескенше.